Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен котлет ішіндегі жұмыртқа дайындаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер: сиыр етінен фарш, панировочный сухари, суға қайнатылған жұмыртқалар, көк шөп және алдын ала сүтке жұмсартылған нан. Ең алдымен сүтке жұмсартылған нанды блендермен езіп аламыз. Одан кейін фаршымыздың үстіне көк шөп, жаңағы нанымызды, тұз, бұрыш барлығын салып, жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін осындай дөңгелек форма беріп, ортасына бір жұмыртқамызды салып, сыртын фаршпен қаптап шығамыз. Дайын болған котлетімізді панировочный сухариға аунатып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Біздің котлетіміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған қарлығаш. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.